Сабый шақта оқытқанда мені хәлфә, рахмәт аңар, иратты бір яқшы нәрсә. Субханалла дейіп әйту тиеш дейді, бір мән яңағына тулған айны көрсә. Шул заманнан берлі айның туғанына, һәмді алтын күпшәк тіслі тулғанына қарап көңілім қайшан менім қайран қала. Диям шунда, Субханалла, Субханалла. Бу әйтуім хайыр менім ғадат кінә, бу бір түрлі дини болған әдәп кінә. Бір вақтым бар, шын көңілімнен әйтем мұны, хәлфәм яусын сиңа хаман рахмәт кінә. Мұна нәрсә, көрәм бағзан сүйгенімні, күннәр түннәр ғишқы бірлән күйгенімні, хәлфә шунда менім тілім тұтлығадыр, ішкә қушам хаман шулық білгенімні. Тулған айға ақшаш езі башы аның, яңа туған айға ақшаш қашы аның, көңілім аңар қарап тұрып хайран қола, ұқим шынлап, Субханалла, Субханалла. Әгәр көрсә шул матурны ғайнеттиннәр, ғадигіне қатбаттиннәр, сәйфеттиннәр, Субханалла дей қайдаларғасың, ұқымағаналар бір нәрсә білмейлер. Әгәр хәлфә мин дә шулай надан булсам, синнән гыйлем ала алмыйча калган булсам, әйтер идем шулар кеби мин гыйрфансыз, ай-ай бигрәк матур икән шукынган кыз.